Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, бұл соққы және гол YouTube арнасы. Қазір ғана Атлетико Мадрид Барселона арасындағы ойын аяқталды. Соққы және гол бұл. 4 рет па? Атлетико 4 қызыл қағаз. И саналмай бір офсайд десе. 4-0 есебімен Атлетико Мадрид Барселонаны талқандап тастады. Және сол ойында жүргізген комментатор, өте жоғары деңгейде жүргізген комментатор Бегасыл Сейітхан бар, біздің соққы және голдың эксперті, және Дидар Есеев бар, дейді екен, маэстро. Мойындадық. Көз тиіп кетеді, қатты мақтамады. Мақыл дейсің, мақтандаршы дейсің. Қарымта кездесу бар. Өте жоғары деңгейдегі репортаж болды. Және мынау ортамызда Әлібек Кенжалы отыр. Оны да бір құттықтап қойық. Атлетико Мадридтің жанкүйері. Бекс, қалай, көңіл-күй қалай? Көңіл-күй түсті, мойындау керек, көңіл-күй бытшыт болды шыны керек, ойынды көріп. No Rashford, no party. Сол Решфорд шықпайды дегеннен үміт сөнді ғой сауық. Испания кубогынан бастаймыз. Иә. Әлбетте Атлетико Мадрид Барселона 4-0 осы ойында талқылаймыз. Және ағылшын премьер лигасында қызық ойындар болып жатыр. Фавориттер тең нәтиже тіркеді. Манчестер Юнайтед, Челси екеуі бір уақытта ойындарын тең аяқтады. Челси тіпті қиын болды, 2-0 ұсып тұрған еді, Лидсті 2-2 болып кетті. МЮ Вест Хэмге қарсы ойында 5-ші жеңісін тіркей алмады. Және Арсенал Брентфордқа қарсы ойында ұпай жоғалтты, 1-1 есебімен ойын аяқталды. Ливерпуль жеңіске жетті, Манчестер Сити жеңіске жетті. АПЛ-да айтамыз, апта ортасындағы және осы Испания кубогындағы жартылай финалдағы ойындарда айтамыз. Осылай сіздердің алдарыңызға ыстық кезінде видеоны шығаруға мүмкіндік берген достарымызға рахмет айтқымыз келіп тұр. Достарымыз тамаша конкурс ұйымдастырып жатыр. Сілтемесі төменде, кіріп тіркелсеңіздер 500 мың ұтып алуға мүмкіндік бар. Ол жаңа тіркелушілерге арналған конкурс, сондықтан комментарийдегі сілтеме арқылы өтіңіздер, біз сіздерді күтеміз. Енді соққы және гол шығарылымын бастаймыз. Кеттік. Жұма күні шығып отырмыз. Бір қызығы сол апта ортасында ағылшын премьер лигасының матчтары өтті, және Атлетико Барселона деген топ ойын Испанияда болды. Ал апта аяғында АПЛ ойындары жоқ. Сондықтан біз дүйсенбі күні шпион, не алаяқ, не стикер шығаруымыз керек. Себебі осының алдында шпион ойынында айттым, 2500 лайк жинасақ, біз келесі шығарылымды бірден ұсынамыз деп. Бір күнде 4000 лайк жинап жіберді. Сондықтан енді біз сөзімізде тұруымыз керек. Дүйсенбі күні жаңа шығарылым болады. Бірақ шпион ойнаймыз ба қайтадан, не басқа ойындарды көреміз бе, оны шешеміз. Біздің соққы лайф телеграм арнасына кіріп, сіздер қай ойынды көргілеріңіз келеді, дауыс берсеңіздер болады. Енді ойыннан бастайық. Барселона Атлетикоға қарсы матч. Бексұлтан, ойын алдында сенің болжамың қандай болды осы ойынға? Ойын алдында қиын матч болатынын мен білдім. Атлетико өз алаңында Метрополитанада өте мықты, әдеттегідей. Жалпы Реал Мадридке қарсы кездесуде де өз алаңында мысалы керемет жеңіске жетті. 5 гол соқты. 5 гол соқты. Осы Барсаға қарсы 4 гол соғып отыр. Тек сол Бетиске қарсы статистиканы құртып отыр. Негізі сол настрой жетпей қалды ол кездесуге. Жалпы қиын матч болатынын мен жалпы Барса жеңеді деп сенімді айтқан жоқпын. Былай айтқанда жеңілмейтін шығар деп ойладым. Дегенмен де бірақ енді 4-0 болады деп бұлай сонымен қоса дәрменсіз түрде таптап өтеді деп күтпедім. Педри жоқ, Рафиня жоқ, түсінікті анау көшбасшы футболшыларға өте тәуелді. Дәл сол Педри мен Рафиня, енді нөмір 1 сол Рафиня болса, мен ойымша екінші сол Педри, кейін барып енді Ямал ғана болды бұл ойында. Бірақ Ямал жалғыз өзі ешнәрсе ұйымдастыра алған жоқ. Ямалды кәдімгідей жауып жүрді. Сонда әсері бар, жалпы жарақаттар бар. Сосын енді жеңілістің себептерін былай іздесең, көп айта берсең. Мысалы, жаңағы Метрополитано деп отырмыз, Метрополитанодағы алаң өте ауыр болған сияқты. Ол туралы матчтың алдында да айтты ғой. Матчтың алдында Ханси Фликтен конкретно сұрақ қойды журналисттер. Жалпы Метрополитанодағы жасыл алаң сапасы нашарлау екен, не деп ойлайсыздар деп жалпы Фликтен сұрады, бірақ ол ешқандай ақтау сөздерін айтпай. Өйткені нашар деп негізі Атлетиконың ойыншылары көтерді ғой теманы. Антуан Гризманның өзі соны бастады, негізі анау төсеніш нашар болып тұр, анау деп. Жаңбырға байланысты ғой? Жаңбырға да байланысты, және анау несін шөбін жөндеп. Шөбі қалың. Жалпы енді Атлетико Мадрид шегін.
Ол не ол? шөбі шүйгін. Шүйгін шығар. Атлетико Мадрид Барсаны қалай жеңу керек екенін көрсетті ғой. Міне. Иә. Осылай жеңесіңдер. Барсаға қарсы осылай ойнасаңдар, нәтиже болады. Челси көрсеткен жоқ па оны Бекс? Енді Челси былай қатты мықты ойнаған жоқ енді. Бүгінгі Атлетико сияқты таптап өткен жоқ шыны керек. Жоқ, бір жағынан Атлетико таптап өтті да, бірақ Барселонада өте әлсіз болды ғой бірінші таймда. Бір-екі шабуыл жасады, жарайды, бірақ қорғаныста анау просто анау как тренировкада мынандай фишка, манишкалар қойылып тұрады, соларды просто бүйтіп жүгіріп өтеді ғой тренировкада. Тура сол сияқты болды ғой. Анау Касадоң қай жақты жабарын білмей. Не үшін олай болды? Де Йонг артқа қашып үлгермей, білмеймін, мен түсінбей қалдым. Мен Барселонадан бұда осындай бос кеңістік өз айбалаңның ішінде, оның алдында сонша бос кеңістік береді деп ойламадым. Негізі енді сол Диего Симеоненің дайындығы дейміз, сол дайындығы өте қатты мықты болды. Иә, бірақ оп-оңай ғой анау ойлап тапқан жаңағы инструментарийда. Мысалы, өте жаңағы жүйрік қапталдар, екі вингер Жулиано мен Адемола Лукман, және ортада Гризман мен Альварес екеуі бүйтіп жаңағы бос кеңістікті бір-біріне ашып беріп отырады да, біреу рывок жасайды, екіншісі артта қалады. Просто да кімнің Барселонаның қорғаушылары қалай өз ойыншысын ұстай алмай қалды, қайта бір ойыншы. Бұл жерде мәселе Барселона ылғи негізі гол жіберетін еді ғой, ондай оңай голдар, бірақ соғатын еді ғой енді осының алдындағы Барселона Атлетико. Соғатын деген ол жаңағы екінші фактор, сол Рафиня. 4-4 ойынын білеміз да, мысалы біз бәрі бітті деген кезде Барса бәрібір 4 голын соғып кеткен. Бұл жолы 0 голмен қайтқан таңғалдырады да. Бірінші тайм шыны керек Атлетико бірінші таймда барлық жұмыс жасап 4 голын соғып, екінші таймда басқаша тактикамен өтті. Ал бірінші тайм туралы айтатын болсақ, сұмдық прессинг Атлетикодан. Мысалы, Эрик Гарсия, Жуан Гарсияға дейін прессинг жасап, барлығы 11 футболшының 11-де талмай жүгіріп, біраз өте көлемді жұмыс атқарды. Прессингтен прессинг, ешқандай әрбір метр үшін талас болды Атлетико Мадрид. Мысалы, Альваресті білеміз, Аргентина ұлттық құрамасында да жалпы жүгіріп үйреніп қалған Жулиано Симеоне өте жылдам, сосын енді әкесі үшін соңына дейін мысалы 90-ші минутта қалай жүгіргенін көрдік қой. Қанша мысалы ең көп жүгірген сол шығар. Ар жақта Лукман бар, керемет трансфер, Антуан Гризман, дирижер, мысалы допты мысалы контрпрессингпен тартып алса, Антуан Гризман әйтеуір бір нәрсе ойлап табады. Сондай сияқты. Кейін барып, жартылай қорғаныста керемет ойнады меніңше. Сол Маркос Лиоренте мен Коке жұбы кәдімгідей жеп қойды. Бүгін Де Йонг пен Касадо Ольмо астыға түсті, бірде-бір допқа не істей алмады, жабыса алмады. Ана жерде Ферминде бір бос жүрді, жарайды, Ферминде бір-екі момент болған шығар, бірақ Ферран Торрес деген жігіттерді мүлде бірінші таймда байқамадық қой. Өйткені Ламинға доп береді, жарайды, Ламинді екі адам жауып тұрады да міндетті түрде. Ол ештеңе істей алмады, болды. Басқалар шабуылға доп жеткізе алмай жүрді. Сосын Атлетико жаңа Бексұлтан айтып отқаны, кәдімгідей күшті персоналка прессинг жасап тастады. Ол персоналканы мысалы Лукман Аталантадан да жақсы білетінді, мына жерде де өте пайдалы. Сен өз ойыншыңды ұстайсың, допты олар тартып алған кезде бітті, қапталдар жүгіреді. Олардың арттарынан футболшылар, енді Барселонаның білеміз жоғарғы линиясы бар, оларда кәдімгі қапталдар стартовать еткенде оларда кішкене түсе, өйткені артқа қайтып үлгеру керек та, олар сондай нелерді. И именно олар қайтып атқан кезде жаңағы вингерлер бірінші рывок жасайды ғой, сол кезде идеально пас беріп тұрды да. Сол идеальный пас дайындықтың арқасы ғой. Автоматизм ғой ар жақта же. Атлетико Мадридтің шабуылы, мысалы Бетиске қарсы осыған дейін ойын болды, оған емес Барсаға дайындалған сияқты. Әйтпесе әр ойыншы өзінің жұмысын мың рет қайталап, 1001 рет істеп тұрған сияқты ше. Гризман тұрады да, солға пас береді. Кім қай жерде ашылады, соны түсініп отты да. Альварес екінші темппен ашылып қала салады. Білмеймін, бір өте мықты үйлесіммен ойнады. Арамызда Атлетико Мадридтің жанкүйері отыр негізі. Атлетико мақтап жатырмыз қазір. Соңына дейін тыңдап қандай. Жоқ, бұл кісі үйреніп қалған ғой Атлетико жеңілетін еші. Жоқ, мен уже настроениесіз келеді. Мен бұған дейін енді Атлетиконы көп талқыладық қой осы маусымда. Біздер Реалдан кейін де талқыладық, одан кейін Атлетиконы тағы да басқа матчтардан кейін келдім. Барсадан кейін де келдік. Ол кезде енді андай көп сындар болды негізі. Енді
былай өзара сөйлескен кезде де мақтайтындай ойын емес еді ғой ол кезде. жоқ, ол кезде мысалы дидарларға өзара былай әңгімелесіп отқан кезде үстелдің басында әңгімелесіп отқанда мен айтатын, жалпы Атлетикода Симеоне бары ол үлкен бір андай бақ Атлетиконың басында. Себебі бұндай бапкерді қайтадан бір рет табу мүмкін емес жағдай. Ол егер Симеоне кететін болса, ол Атлетиконың бостары ең көп жалақы алатын бапкер қылып бостан-бос істеген жоқ қой Симеонен. Көбісі мысалы сынға алады ғой, Симеоне не көп жалақы береді, ол ештеңе ұтпайды деген сияқты. Жалпы осындай Атлетико қалай қабылдап алды Симеоне, және қазір қандай деңгейге өсіргені, енді ол қазір любой мысалы ортанқол Испанияның командасын айтсаң, Жирона, мысалы бір бапкерді алып келеміз, 10 жылда ол сізде үштікте стабильно тұрады, және чемпиондыққа кейбір сезондар таласады, чемпиондар лигасына таласады, кубокты алады деген айтса, любой команда келісетін еді. Сол себептен үлкен бақ Атлетико. Сосын Симеоне түсінеді да, мына жерде біріншіден мотивация. Кубокта ең көп ықтималдығы жоғары жеңетін. Себебі Реал жоқ, жартылай финал, мына жерде Барселонадан ар жағында енді Атлетик Бильбаода, Реал Сосьедадта екеуі де аутсайдер финалда шықса. Ол жақта енді шамамен енді 70% жеңіп тұрады мысалы. Негізгі финал осы болып тұр. Негізгі финал осы. Чемпиондар лигасы енді қиын. Ла Лигада уже бітті, маусым аяқталды Атлетико үшін. Енді ең мотивациясы жоғары осы турнир болды да. Әлібек глобально мыслить етеді екен. Біз локальный сол матчта болып жатқан нәрсені айтса, ол глобально Атлетико Мадридтің осы ойынға көзқарасы деген, осы турнирға көзқарасы. Жоқ, айтатын мүмкіндік болған кезде айтып қалып отырды. Сол себептен енді мына жақта мотивация енді зор. Сосын Лукманның трансфері енді андай десяточка дөп түсті. Себебі енді жазда трансферға шықты, Баянан алды, Альмадан алды, бәрі де қисық болды. Біреуіне де түскен жоқ, өзінің ақшасын ақтаған жоқ трансферлер. Енді мына жерде Лукманды алды. Баянан потенциалы ашылатын шығар. Ашылатын шығар, енді бірақ сонда да енді әзірше енді 70 па 60 миллион төлеп енді андай железный основной игрок болмағаннан кейін енді ол болмайды. Мына жерде енді Лукман әдемі түсті, дөп түсті, бірінші матчтан дубль. Енді қазір Барсаға қарсы үздіктердің арасында болды. Бексұлтанның топын білмеймін. Бірінші матчта дубль емес, гол плюс ассист. Гол плюс ассист, иә. Бетиске қарсы 5-0 болған кезде бірінші матчта гол плюс ассист. Енді мына жерде керемет үздіктердің арасында 100% болды. Сосын Альварес екеуімен бір-бірімен түсініскені маған қатты ұнады. Сосын енді мына жерде жұмыс объем көлемі енді Баянаға қарағанда да бұған дейін енді ойнап жүрген ойыншыларға қарағанда әлдеқайда жоғары. Аталанта мен Атлетико Мадридтің стилін ұқсатамыз ғой. Ұқсата алмаймыз енді. Ол жақта енді Гасперининікі тым мықты прессинг, ол Адемола ол жерде оң қапталды қорғаушы болып кететін де кездер болды. Мына ойында енді кей кездері Ламиннің артынан еріп сол жерден Ламин артынан дегенде Руджериді страховать ету. Руджериде, осы Лукманда, Муссода бәрі Аталантадан келген. Дайына келе береді. Әлібек екеуміз жаңа матч көріп отырмыз ғой. Студияда көріп отырмыз. Не үшін Реал Мадрид тура осылай ойнай салмады деймін ғой Суперкубокта. Әлібек енді өте мінсіз жауап берді. Ол жерде Винисиус пен Мбаппе былай жүгірмейді ғой дейді ғой. Бүйтіп қараймыз, шынымен де ар жақта Лукман Ямалдың артынан қуып жүр ғой. Ямал қаяқта, Лукман да соған көмектесіп, Руджериге көмектесу керек бірге бір қалдырмай. Ал Альварес болса бірінші прессингті бастап жүр. Бірінші прессингті бастайды, ана жерде Касадо дегендерді давить етеді. Эри Гарсиялар мына жерде оң қапталда да тура сондай Джулиан Симеоне төмен кәдімгідей түсіп, ана жерде Балде негізі шабуылға көбінесе аттанып жүрді, оны кәдімгідей жауып идеально ойнады шабуылдағы төрттік. Гризманды баяғы деңгейлі Гризман көрдік. Негізі бірінші гол автогол болды, бірақ оның алдында уже бір 100% момент болды Джулиано Симеонеде. Жүрде қалай гол соғылмайды. Бұлай жеңіске жетсе, мен әрдайым мақтаймын Атлетико Мадридті. Мен енді білесіз ғой, сәл прессинг дұрыс жерім ғой. Бүгін мысалы прессингпен мықты шабуылдап, сондай ойнаған командалар жақсы көрем. Жалпы енді прессинг деген сөзді алып тастасам болады. Жарайды. Сөйтіп мысалы сол жауабын айтамын да дөп түсті. Сол Челсида мысалы тура солай ойнап жеңіске жетті дегендей. Бәрібір де не үшін? Міне Атлетико Мадрид көрсетті, Барсаға қарсы осылай ойнасаңдар жеңіске жетесіңдер. Ямал сол қапталдағы вингер Ямалды артынан қуалап жүру керек, орталық шабуылшы артқа қайту керек. Мысалы опорникке қарсы жүгіру керек, сонымен қоса алға да, артқа да, барлығына үлгеруің керексің. Бірақ қолынан келетін командалар жоқ екен ғой. Мен жаңадан бері айтып отырмын ғой.
міне барсаны осылай жеңу керек деп. Бірақ сосын мына жерде енді командалардың қолынан сәттілік Джонни Кардозо мен кім Пабло Баррес болмай қалған. Негізі олар сәттілік емес ол сәтсіз жоқ болмаған, негізі жақсы болып қалды. Мәжбүрлі түрде Лоренте ортаға қойды да, и Лоренте бүгін матчтың енді білмеймін ортаның мүлдем бәрін жеп қойды да. Ешкімге Касадо соның кесірінен 37-ші минутта ауыстырып тастаған сияқты. Мен Лорентені бірақ бір мақтаған кезде байқұс сары қағаз алып қалды, бір эпизодта. Иә, үлгермей қатып қалған кезде. бірақ ол кезде оның кінәсі емес қой. Жоқ, ол соның кінәсі. Руджери өкшемен пас берді. Иә, өкшемен пас басталды. Иә, ол допты бірінші тартып алады, Руджериге береді. Біздер бірге қараған кезде керісінше ана тым кеш болып кететін еді. Сол жерде фол жасамаған кезде тым кеш штрафной площадкаға кіріп кететін еді да, Ямал. Негізі бәрін дұрыс істеді өзі. Вообще маған өте қатты ұнады. Прайм Кокенің кездері еске түсті. Кезінде Габимен екеуі связкада ойнаған кезде. Иә, жалпы бүгін Атлетикода нашар ойнаған ойыншы былай жоқ секілді. Муссоның өзі да кейбір сәттерде бірге бір шыққан кезде кім шығып еді? Бірге бір шықты ғой, Ферран ба біреу шыққан кезде соны құтқарып қалған. Жалпы мына жерде Барселонаның любой голы ойынды андай көп зат шешетін еді негізі. 4-1 ол бөлек. Мен былай айтпайтын 4-1 болса. Жоқ, анау Камп Ноуда тұра тұрыңдар, көреміз деп. 2-0 болып жатты ғой, сол кезде бағана тиген эпизод. Маңдайшаға тиеді. Маңдайшаға, иә, кім Фермин соққаннан кейін. Сол эпизод кіріп кетсе, мысалы ары қарай қалай ойын болады, негізі непонятно болды. Енді Барсаның құрам бойынша айтып кетейік, Атлетико мақтап үлгіреміз алда уақыт бар. Ханси Флик артқы жартылай қорғаушы позициясына Касадо де Йонг жұбын шығарды бүгінгі ойында. Мен енді Касадоны мүлде күткен жоқпын. Мен ойладым, Френки де Йонг сол топ позициясында, жанында, жоқ, Бернар емес, жанында Ольмо шатты деп ойладым. Ольмо сап позициясында Фермин. Негізі осылай 37-ші минуттан кейін тура солай болды ғой. Сол қапталға Ферран Торрес, орталық шабуылшы Роберт Левандовски деп ойладым. Ферран Торрес былтырда жалпы сол Чемпиондар лигасының ойындарында да сол қапталда вингер позициясында ойнады, Рафиня жоқ. Немесе Руни Барджи бар мысалы. Неге ол? Руни Барджи сол жақта енді ондай қойса болады ғой енді бір ойынды ойнап береді. Ол оң қапталда креатив аз футболшы, сол қапталда эффективность аз болып кетеді да мықты. Сөйтіп мен де Йонгты топ позициясында Канцелоды сол қаптал вингерға қойса болады. Міне. Мысалы. Иә, енді постфактум емес, мен шыны керек күттім. Жоқ, сен күттің 37-ші минутта тура солай істеді ғой, Касадоны алып тастады. Ол ауысымды күттік негізі бізде отырып алып Касадо. Оған қоса Касадо сары қағаз алды. Сары қағаз болғаннан кейін тем более уже ар жақта. Оның алдында да Флик айқайлап жүрді Касадоға. Бір нәрсе ана скамейкадан біреу. Касадоның орнына сол Левандовский шықты ғой, сөйтіп ортаға барып, солға қарай Торрес кетті. Иә, тура солай. Бірінші минуттан бастап тура солай ойнайды деп күттім мен. Сосын Эрик Гарсия мен осы мықты футболшы, сөзсіз жақсы доппен мықты, аутсайдер клубтарға қарсы деңгейі көрініп тұрады. Әсіресе пас беруден, шабуылды бастаудан сөзсіз мықты, бірақ жылдамдығы жоқ ол жігіттің. Мысалы, енді орнына кім қоясың? Арауқо қоямыз ба? Жаңа трансфер керек еді деген сөз ғой. Негізі Жерар Мартинді жақсы нұсқа еді. Просто Флик өзіне осы дуэтті құрып алды. Уваски мен Эрик Гарсия болды, сендер негізгі құрам ойыншылар деп бекітіп қойды. Осы ойыннан кейін тағы да ой өзгерер. Мен осы Эрик Гарсия туралы ойым Реал Мадридке қарсы кездесуден басталды. Сол матчта мен түсіндім, болды. Топ клубтарға қарсы, мысалы мықты, жылдам шабуылшыларға қарсы Эрик Гарсия қорғаныста нашар. Мбаппе әшейін қашып кетіп жатқаннан кейін соны мына ойында жылдамдықпен қашып жүрген жоқ қой. Жылдамдықпен қашты кім? Жоқ, қапталдан қашады да, ар жақта ортаға үлгермей жатыр ғой. Ортаға вот именно үлгеріп жатыр, олар позиция жауып үлгермей жатыр да ана жерде. Просто сен олар біреусі мысалы Альварестің атына еріп кетеді. Линия передачада көп кездерде үлгермей жатыр. Міне қараңыз. Сізге мысалы позиционный ошибка, мысалы Молина, оң қапталдағы Атлетико Мадридтің қорғаушысы. Оны прессинговать ету үшін Балде жүгіреді. А Балде артында Гарсия. Гарсия мысалы Молина тұрып Симеонеге қарай лақтырады. Эрик Гарсия мен Симеоне кетеді. Симеоне оп-оңай қашып кетіп ортаға пас беріп жатты. Ол жерде Касадо страховать ету керек. Енді ол вообще жоқ енді. А Эрик Гарсияның жылдамдығы жетпей жатыр. Екінші тайм мысалы анау 4-ші гол уже Касадо алаңда жоқ кезде, сол жерде Де Йонг ең төменгі позицияда тұрды ғой. Де Йонг Альваресті жауып үлгермейді да ана жерде. Енді не дейсің ол жерде Эрик Гарсия мен мысалы Кубарсиға ештеңке дей алмайсың, олар өзінің ойыншыларын ұстап тұр. Мына жерде бос кеңістікті кім Альварес бос тұрды, оған доп келеді. Жоқ, негізі бүгін андай офсайд
конкретно ловушка мүлде Барселонада болған жоқ. Өйткені көбінесе Атлетиконың ойыншылары өзінің алаңынан бастап стартовать етті. Себебі ол түсінеді да, кім Симеона да, Лукман да, скорее всего Кундеден, Бальдеден ол жылдамдығы жоғары. Ол гандикап 2 метр, 1,5 метр, ол по-любому ол допты арға тастаған кезде. Олар именно стартовать еткен кезде оларда преимущество бар. Преимущество бар, потому что сен тіке жүгіресің, а оларға тек қана ол емес. Керек болады да. Сонымен қоса өте қатты дайындықтың арқасында. Мысалы барлық андай жалпы пастар, алға кеткен пастар өз алаңынан бастап жүгірген жоқ. Кейбір кездерде мысалы алдамшы Гризман тұра береді алда, шабуылда жалғыз өзі офсайдта тұр, маңызды емес. Қапталға қарай пас кетеді, қапталдан жүгіріп Гризман оп-оңай мысалы бір рет соққы жасады. Жүгірген кезде де мысалы тек доппен жүгіретін адам жүгірмеу керек қой. Мына жақтан да мына мысалы Симеона жүгірсе, мына жақтан Лукман жүгіру керек. Екеуі бірдей жүгіру керек. Екеуінің жылдамдығы да синхронно жүгірді, сосын екінші темппен жүгірген ойыншылар да негізі жақсы үлгеріп жатты. Екінші темппен жүгіргендер басты көзір болды ғой. Иә, екінші темппен жүгіргендер көзір болды, себебі көп мүмкіндіктер сол как раз біріншісі айтып өткен Симеона соқпай болғанда екінші темппен болды. Гризман бір касаниемен берген кезде. Иә, Гризман мен Альвареске мысалы кім бірінші ең жоғары позицияда тұрады, оған бәрібір ол жүгірмейді, қарап тұра береді. Ал екінші темппен қашып кетеді, ар жақта болды 2-1 ситуация. Жоқ, соны вот именно позициялық қорғаныста ошибкалар жіберіп отырды да, Кубарси мен Эрик Гарсия. Олар өзінің айбалаңына дейін жүгіріп үлгереді да, бірақ қарсыластан жауып үлгермей жатыр да. Олар бір линияда тұрады, ары бері қарайды, қараса өз жауып жүрген ойыншысы жоқ артында. Мысалы олар екеуі бір Альварестің артынан еріп кетіп жатыр, мына жерде Гризман ашық болып қалады. Болмаса екеуі Альварес пен Гризман жауып жатса, мына жерде уже Лукман жүгіріп келе жатыр да, мына жерде Кунде үлгермейді деген сияқты. Сондай эпизодтар бірнеше рет болды. Особенно маған ұнаған 3-ші гол ғой деймін, Лукманға Альварес пас берген. Ана жерде сен негізі сен сол кезде сен жүргізіп жаттың да сол кезде андай бірде-бір лишний касание болмады да. Сен сол кезде айттың, мына жерде мінсіз Атлетико ойнады деп, ана жерде шынымен де мінсіз болды. Каждый касание, әр пас, бәрі таймингте жақсы сақталды. Бір допты әр ойыншы өзінде сақтап қалған жоқ. Андай бәрі таймингте дұрыс болды да. Гризман Симеонеға, Симеон Альварес Лукманға. Альварес еще жүгіріп бара жатырып, андай басын айналып келе жатыр да, ана жерде. Артымен көріп тұрды ғой. Мына жерде енді басқа бір деңгейлі ойыншы болса, ол қарамайды, тіке қарайды, тебе салады. Ана жерде Альварес допты алмай тұрып уже біліп тұр да, қаяққа беретін маған келсе. Ана жерде бір касание ойланбастан Лукманға берді, Лукман енді ар жағында Әлбек, сен де Атлетиконың құрамына бір тоқталып кетсең, осындай. Мысалы, Антуан Гризман ол қазір чемпионатта негізгі құрамдағы футболшы емес қой. Ол кубоктың ойыншысын атанды. 4-ші ойында 4-ші голын соғып отырмыз. 4-ші ойында 4-ші гол. Енді бұл жерде былай да Сёрлотты ол көрді. Негізі осы Барсамен бірінші ойында Сёрлотты көрді негізі алдында. Жоқ, Сёрлот емес, Баянаны көрді. Баянаны көрді ол кезде. Жоқ, бұл жерде Гризманның таңдауы менің ойымша, енді сосын Әлбек айтып кететін шығар, менің ойымша бұл жерде именно таргетмен емес, плеймейкер футболшы керек еді. Екі прям ортада жұп керек еді. Өйткені сенде жаңағы жүйрік қаптал вингерлерің бар. Сондықтан ортада сондай бір мимен, баспен жұмыс істейтін адам керек еді. Сёрлот ол көбінесе андай навал кезде, сен қарсыласты бүйтіп айбалаңына қысып алып не істеп жатқан кезде Сёрлот жақсы. А мынандай контр шабуылдарда все-таки Гризманның тапқырлығы. Гризман негізі сонда андай ғой, мына жерде Педри жоқтығында әсер еткен сияқты Гризман. Себебі Гризман орталық шепте плюс бір ойыншы розыгрыш кезінде Коке мен кімге Лоренте көмектеседі да. Ана жерде Касадо өзі үлгермейтін түсінікті болды да. Ол Педри сияқты объем бере алмайды ана жерде Касадо. Сол себептен мына жерде Гризман ортаға түсіп, оттяжкіде ойнап, ана жерде үштікті құрастырып, сол жерде разыгрывать етуге жақсы. А Сёрлот ондай енді розыгрыш жоқ, олар енді наконечник. Ол енді допты сохранить ету, жаңа арқасымен ойнау деген сияқты. Сондай моменттер ғой. Бірақ енді ал Баяна мен Альварес екеуі болып қалса, олар как будто бір-бірінің рөлін дублировать етіп жатқан сияқты. Баяна енді, ол жерде енді Баяна мен Альварес шамамен бірдей екеуі. Ондай Баяна андай креативі жоқ та, Гризман сияқты. Ортаға түсіп, андай құйтырқы пас беретін деген сияқты ондай несі жоқ. Бекс, бірінші голға тоқталайық. Сен Жоан Гарсияны өте көп мақтайсың қақпашы ретінде. Бірақ маусымдағы осымен нәтижелі 4-ші қателігі. Испанияда одан көп қателігі жіберген Жиронадағы Пауло Гассанига. Бұл ойында бір Жоан Гарсияға ренішің бар ма? Реніш дегенде
негізі Атлетико Мадрид 7-0 8-0 жеңу керек еді ғой былай қарап тұрсаң. Бірінші таймның өзінде бірінші тайм 7-0 аяқталу керек еді. бос қақпадан алып шыққан 7-1 дейікші жарайды енді. 7-1 маңдайша бар ғой. 7-1 болсыншы. Сөйтіп жеңілу керек еді. Иә, тіпті голға дейін бір өте қауіпті шабуыл болды Атлетико Мадридте. Сол кезде Гарсия құтқарып қалды. Жалпы өрескел қателік әлгі жерде топты тоқтатылмай қалған кезде. Бағана айтып жатыр ғой, уже отмазкасын бағана дайындап қойған, сен түсінбедің анау алаңның сапасы деп па, иә. Анау сәл жоқ көрінді, ол жерде Эрик Гарсия пас берген кезде доп былай секіріп не істеді да. Жоқ, ол алаңның сапасы әрине әсер етеді. Ол әсіресе Барселона өз алаңында негізі өте қатты мықты ойнайды. Көреміз енді, көреміз. Дәл қазір бәстесуге кез келген адаммен бәстесуге дайын. Барселона проход деп бәстесесің ба? проход емес, -1,5 деп бәстесем мысалы. Фора -1,5. Жоқ. Тамаша бәс қой. Сәл Атлетикоға да окей болып тұрды ғой, -2-0, 3-0 де окей болып тұр. Давай 10, давай, -1,5. Сен -1,5 дейсің? Иә. Мен +1,5 деймін. 10-ға 10. Иә, 10-ға 10 міне. О, Келістік. неғып келістің Дидар? Ау? Жақсы ғой. Жоқ, жақсы. Ол негізі Әлімжан 2,5 коэффициент берді оған. Иә? Негізі Дида выгодный болып тұр. Выгодный. Жоқ, Атлетико 4 доп айырмасымен ұтқаннан кейін Қарымта ойында 2 доп айырмасымен жеңілді. Жоқ, ана жерде енді Атлетико міндетті түрде соғу керек, себебі Атлетиконың ең тиімді ойы. ойы. Ана жерде контр шабуылға шығу Атлетико үшін осындай ойын дейтін бал ғой негізі. Жоқ, бұл жерде мен әрине алаң дегенде Атлетико Мадрид сол үшін жеңіп кетті деп жатқан жоқпын. Бірінші ол жерде Барсада Атлетикода бір алаңда ойнады ғой. Иә, бір алаңда условия бірдей. Бірақ сырт алаңда Барселона шарлы ойнайтын факт. Былай қарап тұрсаң. Камп Ноуда мықтырақ. Қарымта ойынға неше пайыз беріп тұрсың енді бір? Бар ма мүмкіндік? 1% шанс, 99% үміт. Ремонтада керек қой жерде. Ремонтада. Сөйтсе Атлетикода Испаниян көп тұр ғой. Ол да біледі ғой ремонт. Негізі Барселона осы Атлетикоға қарсы кубокте бір керемет камбэк жасағаны болған екен. Сол матчтың алдында дайындық кезінде таптым 97 жылы. Бірінші матчты өстіп Мадридте 2-2 болып бітетті. Екінші матчта 31 минутта 0-3 қадалып атады ғой. Атлетико Мадрид. Сосын 2-3 қылады, сосын 2-4, сөйтіп матчты 5-4 жеңіп кетеді бірген. Егер 4-1 есе мен матч аяқталғанда мен сенім білдіретем. Ой, Камп Ноуда қоя тұрыңдар. 3 наурыз менің туған күнім как раз. Иә, 3 наурыз болады. Иә. Сол кезде Барселона мен жалпы туған күнде жеңіс сыйлайды деп айтады едім, бірақ 4-0 деген сонымен қоса Астана уақытымен 4 наурыз болып кетіпті ғой дей саласың енді. Атлетико Мадридке қарсы да. Сен туған күніне сенен 10 мың теңге алып отырамын ба мен? 10 мың теңгені бірін қайтара саласың ғой, подарка деп. Сөйте саламын. Подарка болып жаза сал. 0-де қалатын болдың ба, иә? Давай 30 мың десе. Жеңіп кетсем, міне 10 мың теңге деп құтыла алмайсың. Үстіне қосып беремін ғой тағы оны. Иә, сөйтіп қосып бересің. Болды. Ставкаларын жақсы екен туған күнге беретін. Бұл 0-4 деген Ханси Флик үшін өте ауыр жеңіліс. Ол Барселонада бұлай ірі есеппен жеңілген жоқ. Және ең ірі жеңіліс. Гол соқпады сонымен. Өзі де Ханси Флик соңғы рет 0-4 болып 2005 жылы жеңілген екен ол. Хофен Хайымда жүрген кезде. Бірақ енді 4 негізі Симеоне Ханси Фликке қарсы статистикасы нашар, бірақ рет жеңген. Ол анау Бекстің Подрыв Пуканов болған матч ана декабрьде. 2-1 ма? 2-1. 2-1. Соңғы минутта. Сол ғана бір жеңісі бар. Мынандай қызық статистика бар. 4 гол өткізіп отырып бірінші таймда. Бірінші таймда осындай ірі жеңілісі Барселонаның соңғы рет білесіңдер ме қашан болған? Реал Мадрид па? Реал Мадридтен 0-8 болған бірінші таймда. Матч 1-11 болып кеткен. 41 жылдары шығар. Иә, сондай. Өзі тарихтағы матч қой сол. Реал Мадрид жанкүйерлері рахмет деп әлеке деп лайк қойып кетті уже. Реал Мадрид жанкүйерлері демекші осы матчтың алдында Ханси Фликтің жауабы қалай болды сендерге? Барселона осы жартылай финалға жоғары дивизиондағы командаларға түспей шықты. Сол төменгі клубтарға қарсы ойнап шыққаны қаншалықты әділ деген сұраққа Реал Мадридтен сұраңдар деп жауап берді ғой. Енді дұрыс қой, енді Реал Мадрид төменгі дивизион командасы ұшып кетіп отыр. Суперкубокте ойнайтын командалар жалпы 16-тан 1-ден бастады, кубокты кештеу бастады. Өйткені ар жақта 2 матчы бар суперкубокте. Сол себепті осындай жеңілдік және жеребеде де жеңілдіктер қарастырылған оларға. Суперкубоктерге қатысатын командалар үшін. Бүгін Мадрид бірікті ма өзі? Мадрид біріккен сияқты. Жалпы бүгін мен үшін сәтті күн. Ақтөбеде өтті, Атлетикода өтті.
жақсы болды бүгін. Бірінші гол сол 6-шы минутта соғылды. Одан кейін 14-ші минутта Антуан Гризманн есепті 2-0 қылып тастады. Сосын 33-ші минут 45+2 бірінші тайм. Бек сен реакцияң қандай болғанын білгім келіп тұрды. 4-0 болып кеткеннен кейін бәрібір екінші тайымда Барса есебін қысқартады деп отырдың ғой енді. Иә, мен Барса қазір 2 гол соқса деп отырдым ғой мен. 4-2 бітсе. Мен кемінде 1 гол соғады-ау деп отырдым. Негізі 1 гол жасап берді ғой анау отмена болып. 52-ші минутта офсайд болды. 6 минут қарады варды мен. 7 минут. 7 минут қарады. Мен 8 минут. 6. 7 минут енді ресми гол 6 болды деймін. Ресми 6. Жоқ. 51-де 52-де бастапта басталды. 58-де бітті. 52-де бастады. Менде қазір секундтармен бар. 51-де. Мен көрдім ғой. 51-де 43-те бастады. 52-ші минут қой. 58-04-те бітті. Ну 6 минут 30 секунд, 20 секунд. Не тебе не. Дұрыс екен сенікі. 6 минут 20 секунд болды, мен бүйтіп қарап отырмын. 6 минут 20 секунд деген 7 минут. Бірақ масқара ғой енді 6 минут қарау деген ше. Офсайдты ғой еще. Испанияда не бар ғой? Жартылай офсайд анықтайтын. Иә. Мына жерде құқыр ойыншы тым көп болып кеткен, линияда тым адам жоқ, просто мынандай қызық та, АПЛда мысалы голдың соғылған соғылмаған анықтайтын фиксация бар, иә, арнайы. Бұл жерде бірінші гол соғылды, ондай жоқ Испанияда. Оны көзбен қарап автогол екенін анықтадық. Бірақ испаниялықтар айтады, бізге ол гол соғылған соғылмаған анықтайтын ол қатты керек емес. Ол былай да тауып алған. Жылына бір скандал болады. Осын былтыр болды соңғы рет скандал. Ол қымбат тұрады. 6 миллион. Есесіне бізде жартылай офсайдты анықтайтын система бар, жүйе бар деді. Бүгінгі ойында екеуі де болған жоқ та. Иә. Өйткені анау мүмкін ол Ла Лигаға сондай не шығар, мүмкін неде қарастырылмаған. Жоқ, ол адам саны көп болса, адам саны линияда көп болып кеткеннен сана алмай қалды. Тупить ете ма? Иә, ана жерде тупить етіп кетті да, сосын ана қосалқы төрешілер өздері фотошоптан сызып берді. Иә, негізі сол фотошоптан сызып беру деген осы мысалы Атлетико Бетис болған ойында да негізі спорный ана офсайд отмена болып тұрды ол жерде де. Соған жыным ұстады ол өткен жолы Атлетико Мадрид боқтады. Сол негізі сондай болған, иә. Еще оған 50 мың қойдым десем. Сосын бүгінгі 50 мың ұпай. 50 мың ұпай. Сен не деп ойладың? Бізде тек қана ұпай. Сосын анау бүгінгі болған не деді, мен де біраз түсінбей қалдым, не қарап жатыр, кім ана жақта Симеоны жүр бүйтіп қояды, ол оказывается маған сосын Әлібек айтып берді, ол флажок офсайд деп көрсетті. Мен ана жерде біреуге сары қағаз бер деп көрсетіп жатқан сияқты деп ойлағам. Симеоны бүгін өте бір белсенді болды ғой. Жүгірді бүйтіп барып. Вот сол Симеоны сағынып қалдым, иә. Симеон осындай Симеон сағынып қалдым, себебі андай көп енді 21-ші жыл жеңді, енді 5 жыл ештеңе жеңбеді. Мынау енді не келіп тұр. Мынаны финал десек те болады, себебі финалда енді егер Барселонаны үнсе, андай бір трофейге үміт бар ғой. Енді железно деп айта алмаймын, мысалы Атлетико Сосидад енді Барселонаны өтіп тұрып Сосидадты ұтпайды. Ол мүмкін, себебі қараш, осының алдында Атлетико Мадрид 5-0 есебімен Бетисті жеңеді, кейін сол Бетиске қатып қалады. Ну, ол чемпионат болды. Енді бәрібір ғой сол команда арасында, бірақ бір ойында чемпионатта сол Барсаға дайындалды ғой. Иә, соны айтып тұрмын да. Бір апта емес екен ғой, фокус кубок болып тұр да ана жерде. Бір ойында неше түрлі нәтиже тіркеуі мүмкін. Сосын ол финал, ол жаңағы мысалы Реал Сосидад ол финалға шықса, олар да бір ерекше настроймен шығады. Он жарайды, бірінші Барселона өтіп алыңдар енді. Ол сосын айтамыз оны. Мына жерде сол жаңа офсайдты бітіре салайықшы, қалай офсайд болып кеткені в итоге. Мен түсінгенім бойынша анау Левандовский сол жерде соның аяғына тиіп ары қарай Кубарсиға доп шығып келді ғой. Сол Левандовскийдан как будто Кубарсиға берілген пас офсайдқа берілгендей болып тұрды. Өйткені ол жерде кім Руджери шығып барады. Иә, Руджери шығып үлгеріп жатты. Сосын мынандай бір миллиметровый линейкамен бүйтіп Руджеридің аяғын тақап, анау кімнің Кубарсидің аяғын тағып, сосын доптың расположениесіне жерде, сондықтан... Жоқ, сонда сенің ойынша Левандовский офсайдта тұр ма? Жоқ. Кубарси офсайдта тұр. Левандовский ол жерде Левандовскийден пас емес қой. Ассистент ретінде. Левандовскийден пас? Именно Левандовскийден доп Кубарсиға кеткен моментті олар тоқтаттып, сол жерден скриншоттан Левандовский тиген кезде, Левандовский тиген кезде сол жерде стоп кадр жасады да. Айтпесе Левандовскийға ұшып келе жатқанда доп Левандовский офсайдта емес етін, ол 100% ол футболдарды көрініп тұр. Иә, Руджери өйткені мына жерде тұрды. Сол әйтеуір анау тырнақтан кір іздегендей тауып алды да ана эпизодты.
енді футболға бұндай голдар енді әр турда болады, бұндай миллиметр санайтын. Жоқ, сызып бергеннен кейін болды ғой, дауласудың керегі жоқ. Бергеннен кейін бұл жерде енді дауласу мүмкін. Біреу комментарийде жазып жіберіпті, соққын телегасында мен көргім келді. Аналар мына бар қарағанда уже монтажда үлгерді ғой. 6 минут ішінде Жасик действительно үлгереді деді, уже монтажда уже линияларын әдемілеп сызып береді. Так что өте ұзақ қой анау. Тым ұзақ болды, иә. Енді бұл жерде енді әр чемпионатта бұндай зат болады. Дауласатын не жоқ бізде. Бірақ мен соңғы кездері осылай 7 минут var көргенді білмеймін қаяқта. Жоқ, сосын офсайдқа қарап отыр ғой мысалы. Андай бір ситуация болса мекілік, офсайд, сосын қолға тиді, біреу жейдесен тартып тұрып, 3 эпизод араласып кетті не болды. Мына жерде география қойшы. Соны линейкасын ұмытып кетті ма, не істеді айтып. Ұмытып кеткенде сол ручной салғаннан кейін ұзақ болып кетті. Сосын тағы да var. Фотошоп ұзақ грузиться етіледі. Сосын var тағы да бір рет қосылды ғана. Сосын неғып аукцион болған екен ғой. Көбірек береді. Ана жерде Лапорта бер десе, Лапорта кетіп қалды, ақша беріп қалды. Иә, сол президент емеспін, пока сөйлей алмайын деп. Сайлаудан кейін қойып берем, отвечаю. Декуны жіберген, ана жерде деку болса ақшасы жоқ енді. Иә, ақшасы жоқ. Адам сатып аламай жүр. Міне нағыз аналитика. Бәсе жаңадан бері қаптал жүгіру керек деп. 4-0 ғой енді, 4-0. Кім күтті бұндайды? Әлбек сен күттің босындайды енді. 4-0 күткен жоқпын. Мен мүлде Атлетиконың жеңісін қатты күткен жоқпын, бірақ енді жеңілмейтін не сенімді болдым. Себебі енді Педри дейтін жарты команда мен үшін әлемнің үздік ойыншысы. Педри болмағаннан кейін енді Барселона ойын жүрмейтін анық болды. Соған қоса Атлетиконың мықты мотивациясы белгілі. Рафиня мен Решфорд ше? Рафиня мен Решфорд сол қапталда мысалы біраз қауіп төндіретін еді. Бүгін енді Ямал оң қапталда ойнады, мүлде ойын жүрген жоқ ол жігіттің де. Сол қапталда басында сол Фермин бастады, кейін Ферран түсті. Оларды вообще байқамадым. Шыны керек өзінің ашығы. Шабуыл жоқ болды. Әйтпесе біз енді Барселонада қорғаныс әлсіздеген бұрыннан білемін мен. 3-4 гол өткізген матчтарда талай рет болды. Бірақ енді бірде-бір гол соқпау деген өте ұят нәрсе. Эрик Гарсияның қызыл қағазын айтайық. Матчтың аяғына қарай қызыл қағаз алды. Басында сары қағаз. Басында сары қағаз көрсетті. Негізі Алекс Баянаға қарсы. Иә, әділ шешім деп ойлап отқам. Сосын вардағы төрешілер қайтадан жаңағы Мунуэра Мартинес соны шақырды. Ол өзі қарады да. Хуан Мартинес Мунуэра. Иә. Ол шешім өзі қабылдады. Ана жерде сол фол последний надежда деп Түркей салды. Шын ғой негізі. Себебі ана жерде Араухо үлгермейтін еді. Араухо мен ана жерде варды қараған заты Араухо мен Эрик Гарсияның екеуінің арасында қашықтығы. Иә, қашықтығы. Оған қоса допты кім дейтін, кім еді ол ситуацияда? Баяна. Араухо жағына қарай прокидывать еткен жоқ, керісінше мына жаққа қарай прокидывать етті. Жоқ, өзі алдына жіберді ғой. Иә, Араухо кері направлениеда кетті да, сол себептен ана жерде таза қызыл қағаз болды. Бекс, бұл Барселонаның маусымдағы ең нашар ойыны ғой. Гарсиялардың ең нашар ойыны. Жоқ, екі ойын қоса Челси немесе Атлетико. Челсиде қызыл қағаз деп ақтап алуға болады. Ең нашар дегенде бұл жерде де жалпы ақтайтын нәрсе көп Барсаның ше. Осыдан кейін Гарсия депрессияға кетті. Педри жоқ, Рафиня жоқ деп Арауға келіп тұрса. Бұл жерде Атлетико тым мықты болды деп айта аламын мен ше. Атлетико тым мықты болып кетті. Енді төрешілердің шешім бойынша анау әлгі Бальдеге қарсы кім? Симеоне. Тек аяқпен кіріп кетті, сол кезде қызыл қағаз. Жоқ, ол жерде қызыл қағаз емес ол. Өте жеңіл біріншіден, бірақ әрине шипами кетті, бірақ анау аяғын тартып үлгерді ма? Жоқ, ана жерде насквозь болды. Андай тіке тұрған аяққа кірген жоқ. Тіке тұрған аяққа кірген жоқ та, анау динамикадағы аяққа кірді. Сосын андай прям фол жасайым деген андай ниет болған жоқ ана жерде. Жестко семей. Жоқ, сары қағаз дұрыс, сен просто ниет болған жоқ дегенде? Жоқ, ол андай болады ғой, коррупционерлер туралы айттың. Министрлерде ниет, жаман ниет болмаса соттамаймыз деген сияқты. Жоқ, енді ана жерде білмеймін. Жоқ, қызыл қағаз емес деп ойлаймын. Оны әрине бүйтіп тура сол моментті скриншоттап не істеп қойсан қызыл қағаз сияқты көріну мүмкін еді. Ой, монтажға байланысты. Скриншоттарда ар жақта қызыл қағаз негізі. Иә, скриншотта қызыл қағаз деп ойлайсың, бірақ динамикада байқасан ол. Жасұлан қазір суреттерін қойып отыр ғой шамамен соны. Қазір көріп отқандар. Гифка қойып қойды. Не айтып отырсың дейді?
бірінші таймда соңғы рет Барселона 4 гол жібергені Баварияға қарсы ойында болған. Бірақ ол кезде Барса соққан гол. 8-2 болған кезде. 8-2 болған кезде. Сонда бағана ғана Реал туралы статистика. Жоқ, ол кезде соқпаған ғой бірінші таймда. 8 гол өткізіп алған 0-8. А Баварияға қарсы ойында соққан. Автогол болған ғой оның өзі. Енді жігіттер қорытындылай келе. Бексұлтан Кеуленқосовтың осы ойынға арнаған топ 10 тізімі бар. Атлетико Барселона, Бексұлтан Кеуленқосовтың рейтингісі. 10 орын және 9 орын бірдей ұпай санымен Касадо мен Балде. Менің ойымша бүгінгі ойынның ең нашар футболшылары. 5 ұпай. Касадоға сен ұпай беріп үлгердің, иә? 37. Касадо мен Гарсия дейтін едім. 37 минутта алмастырғаннан кейін болды. Сәл жоғарылақ орналасқан 8 орында Ламин Ямал 5,5. Гарсия тізімде бар ма? Эрик Гарсия? Тұрады айтайын. Соны дейін. Тура сондай ұпай санымен 7 орында Эрик Гарсия 5,5. Сонда Ламин Ямал, Эрик Гарсия екеуі бірдей ойнады деп жатсың ба? Ямалдан жалпы ожидание көп, бірде-бір былай сәтті дриблинг жасап, қауіпті соққы бағыттамады, бір ассист шығаратындай да пас бермеді. Сендердің ожиданияларда жоқ. Сендердің проблемалар. Жоқ, Эрик Гарсияда автогол, сосын қызыл қағаз бар. Автогол дейтін енді. Автогол Жоан Гарсияның кінәсі ғой. Жоқ, Жоан Гарсияның кінәсі болғанда андай правила бар да, сен любой футболда қатыссаң, дәл қақпаға пас бермейді. Ол сен ол детский учетке школада айтты. Ол база ол. Бұндай ситуацияда бере беруге болады енді. Негізі болады, бірақ сен Гарсиялардың күні емес екен біліп тұру керексің. Барселонаның әрбір матчында бір 5-6 тура қақпаға пастар болады. Гарсия қабылдағаннан кейін. Дидардың айтып жатқан ережесі бар, бірақ ол бұндай ситуацияда 12 жастар, 13 жастағы балаларда бар ондай. Футболда да бар, кәсіпқой футболда. Барселонада жоқ ондай. Прессинг кезінде футболшы қарсыластың ойыншысы көп кезде. Именно дәл қақпаға кетті, анау даже аяғымен сырып өтті негізі, бірақ соның өзіне қақпаға кіріп үлгеріп отыр да. Барселонада ондай ереже жоқ. Жоқ болса, енгізу керек онда. Енгізу керек. Аяқтарынан сабап бүйтіп. Автогол Жоан Гарсияның кінәсі, Эрик Гарсияның ешқандай қатысы жоқ. Гарсияның кінәсі бар ол жерде. Қайсың? Бар. Автоголда ма? Иә. Өз қақпаға түзу берген үшін ба? Mesela автогол кім деп жазылып тұр? Эрик Гарсия. Вот, болды. Көріп отырсыңдар ма? Менің тізіміммен жалпы бездушный роботтардың тізімі бар ғой, рейтингісі. Соның айырмашылығы қандай? Жер мен көктей. Бұл жерде флеш-скор, софа-скорлар. Флеш-скор Ламин Ямалға 7-3 беріп тұр да. Мысалы. Эрик Гарсияға 4-4 беріп тұр. Иә, мысалы. Ең төмен деп тұр да. Касадодан да төмен, бәрінен төмен. Балдеден төмен дегендей. Бірақ автоголда оның қатысы жоқ. Я қызыл қағаз алды, дұрыс. Дидар жаңа Гарсия кінәлі дегенге қоя салу керек еді, болды ғой. Болды. Сосын болды, Барселона ойыншылары аяқталды. Енді Атлетико Мадрид ойыншыларына мен 6 орын бөлдім. Көбірек болсын деп. Өйткені олар мықты болды. Сонда бірде-бір футболистің ойын ұнаған жоқ қой сенде Барсаға, иә? Иә. Левандовский ар жақта негізі бұл тізімге кіруі керек еді, орын жетпей қалды просто. 6-шы орында Коке. 7 ұпай. 5-ші орын Лукман 7-де 2. 4-ші позицияда Хулиан Альварес 7,5. Енді жүлделі 3-ші орын Маркос Лоренте 8 ұпай. 2-ші позицияда Антуан Гризман 8,2. Және 8,5 ұпай санымен 1-ші орында Атлетико Мадрид Барселона арасындағы матчтың ең үздік ойыншысы Симеоне 8,5. Диего Симеоне ма? Ол да бар. Екеуін де қосамыз. Да Симеоне. Жоқ, да Симеоне емес, Симеоне деп қойдым мәшін. Да Жулиано. Иә? Слушный. Екеуі бірігіп 8. Енді мен сендерге бір қызық айтайын. Тура осындай ойын 4-0 есебімен аяқталып, Барселона Атлетиканы жеңіп кетсе, Барселонадағы 1-ші орындағы футболшы 9-дан көп ұпай алатын еді, дұрыс па? Ойынға байланысты. Ол жерде бізде ереже бар. Хет-трик болса, 10 ешкімге қоймайды мақұл, енді 9 берсе болады. Оның қойды ғой, Бруно Фернандеш. Оның қойып тастады ма десе бексін. Алтын доп берді дегенге, бұл алтын доп берді дегенге де сеніп жүр. Жоқ, ең жоғары ұпай 8,8 Вальвердеге болған және Рафиньяға болған. 8,8. Ал бұл матчта 8,5.
ей Бұрын қай Сити кезінде? дерби Манчестер ол дерби кезде қойған жоқ мен бәріне айта салдым ғой оны. қойған жоқ ол кезде. Ол кезде сенбі күні матч Сенбі күні болды. 5-те болды. Ол бәрі 10 ұпай деп айта салдым ғой саған. Иә. Мәз болып қалсын деп. Бұл ұмытып қалды ғой ол кезде сіз. Сол сен жүр ма? Алтындап береміз дедік қой Бруноға. Көңіл түсіп кетті ғой. Сен қылдың ғой не? О, бәрі де 10 ұпай деп айта салған ғой. 0 ұпай ирригация. Көрермен ықыласы Жоқ, деген міне береміз сондай. 8,8 ол максималды ұпай да. Ал бұл жерде Атлетико Мадридтің барлық футболшылары өзінің үлестері бар. Бір футболшы жарып кеткен жоқ дейсің ғой. Иә, мысалы хет-трик Тоғыз жасап жарым дегендей ше. Бәрекелді. Меніңше үздік Да? Альваро. Альварес. Альварес. Жоқ, ол да жақсы, иә. Хулиан Альварес. Ол футболшы ғой өйткені. Ол футболшы. сосын Симеонаға хейт айтатын көп енді көп адам ғой негізі Симеона хейт. Осы бір маусымның ішінде Реал Мадридте 5-2 және Барселона 4-0. Папасының арқасында жіберді. Бірақ сол Барселона Диего Симеон айтамын да. Диего Симеон айтамын да. Бәрі енді болды. Баласының арқасында жіберді. Баласының арқасында жіберді. жоқ Барселонаға үште бір қадалды ғой бірақ. Қадалды енді сонда да сен ойлашы сен Реалда 5-2 және Барселона. Бетисті ұтса вот мойындайтын едім. Иә. 1-0 қадалды. Иә. Хотя бы гол Минут өткен сайын настроениесі одан бетер түсіп жатыр да. Сондықтан ойынды қорытындылап, бұның настроениясын одан бетер түсірейік та эмюге өтейік. жоқ нормально настроение. Осымен Атлетико Барселона матчына біздің шолуымыз тәмам. 4-0 бүкіл Атлетико, бүкіл Мадрид фанаттарын шын жүректен құттықтаймыз. Бұйырса финалға жол ашық болып тұр. Қарымта ойын наурыздың 3-іне өтеді. Сол кезде енді қызық бір матч көрейік. Қатар өткен ойын бар. Қатар болғанда Кеше болған, иә. Тең десең да. Қатар болғанда бір күн еріп. Екеуі сөзің бе? Екі мағынасы әртүрлі. Екеуміз мысалы теңбіз ба, қатармыз ба? Қатарымыздың теңіміздің. 0-1 есебімен аяқталды. Реал Сосьедад Атлетикті қонақта жеңіп кетті. Демек, Реал Сосьедад өте жақын тұр деген сөз финалға. Енді оны көре жатырмыз. Ағылшын премьер лигасы. Манчестер Юнайтед Вест Хэмге қарсы ойнады. Қатарынан 5-ші жеңіске жетуі мүмкін еді, бірақ неге содан бастап отырсын? Тең ойнап қалды. Ең қызық кездесу ғой. Міне қара, бір сөйлемде екеуін қолдап жүрдім Бексұлтан. Қатарынан 5-ші жеңіске жетуі мүмкін еді, бірақ тең ойнап қалды. Екі түрлі мағынада, иә. Екі түрлі шын маған. Қатар деген ол мемлекет. Ауыстырды ғой атын қазір. Қалай қойды? Тең болып қалды. Тең болып қалды. Бізде неше түрлі мағына білдіре береді. MU Вест Хэм. Тең болды ол жерде. Иә, бір нәрсе айтасың ба ойынға қатысты бір пікір? Шаш алынбады, не істейміз? Соны ұмытайықшы. Соны Руни айтты ма? Әдем айтты ғой. Руни айтты, иә. Зайбалсын деді ғой. Ол айтты сонымен қоса, егер MU жеңіп кетсе, ол ешкім керек болмай қалады. Хайпы сөнеді. Сол үшін ол да қуанатқан шығар. Жоқ, бірақ оның да кінәсі жоқ қой енді, ол сондайды ойлап тапты, оны не үшін кінәлайды мен? Жоқ, бұл жерде не болып кетті? Мейнстрим болып кетті. Мейнстрим болғанның оның кінәсі жоқ та енді. Көп болып кеткенде кінәсі бар. Неге? Ырғындай бермеу керек, жалт-жұлт етіп. Қалай ұрғындайды? Просто СМИлер өздері соны разгонять етеді ғой. Біз де айттық отказ беру керек кішкене. Кімге отказ бересің? Жоқ, ол анау стрим жасап, жасап, қарапайым жігіт, оған да қызық қой ол, сондай шашын сол үшін өсіріп біз оны жеге кінәлап жатқан жоқпыз, субъект ретінде. Жоқ, Руниді айтамын да. Біз жалпы ситуацияны туралы. Бұл ситуацияда мен Манчестер Юнайтед футболшыларына өте қатты наразымын, өйткені қайтадан сол баяғы проблема. Қысым болған кезде ойнай алмайды. Қандай қысым? Қандай қысым? Осы міне 5 жеңіс деген ол анау инфошумға қатты бір беріліп кетеді. Онда сол жігіт кінәлі онда. Ол жігіт кінәлі емес. Сен Манчестер Юнайтедте ойнағанда сені ана жерде миллион адам жамандап боқтап, тура қасында тұрып боқтап отса, сен бәрібір либо Кантана сияқты секіріп тебесің сразу, либо ана жерде алаңда дәлелдейсің. Жоқ, соны дәлелдей алмай қойды. Жігіттің аты есіме шығып кетті, бірақ Фрэнк өте жақсы, оған әңгімем жоқ. Ситуацияға дәл түсті. Бапкер ауысып, 5 жеңіске жетіп, хайп өзінікін өте жоғары деңгейде алды. Бірақ қайта айта берудің де керек жоқ дегенге келісемін мен. Бір айттық, танымал болды. Жоқ, ол өзінің мысалы әлеуметтік желісінде мысалы бөліседі, ол өзінің өміріндегі сондай бір событие. Иә, ол дұрыс айтасың, оның кінәсі жоқ. Басқа СМИлер былай ары-бері алып не деп оны цитата жасап публикалап. Бүгіннен бастап соққы және голда еш Телеграмда саған тапсырам, шықпамасын. ютубта осы Фрэнк туралы, шаш туралы айтылмайды. 1, 2, 3 болды.
Енді Пикенің Вест өзі Хэм, мысалы Манчестер келіп Юнайтед жатқан отыр. ойын бойынша. жоқ, мен бір нәрсе айтқым келіп тұр. Болды, айтпайсыз, болды. Айтпайсың деп айтқым келіп үш деп кетті. қойдың ба уже болды ғой. Болды. Тоқтат. Вообще айтқым келіп тұр. Қандай наказание? А? Наказание бар ма? Бір шалбар. Шаш. Айта сал. Неғып Дидар Бір шалбар дедім ғой. ол жігіт енді бір 3 жыл алмайды ғой примерно шашын. Жоқ, жаман екен. Шалбан сұрап Қайтарайын шалбанымды десе. Шалбанды сұрап. Қайтарайын деп тағы да бір рет айтты. Жаман алдап қалған жоқпын ба енді жерде. Нормально. Ойын бойынша Дидеке. Ойын Жеңісті бойынша құрамды шығарды. өте нашар ойын. Негізі мынау Сити, Арсенал, басқалар осылай бұл матчқа дайындалған жоқ Вест Хэм сияқты деп ойлаймын мен. Өйткені енді Вест Хэмді бабында кәдімгідей бабында келсем. именно физикалық тұрғыда керемет әр позиция, әр зонаны жауып, мысалы Амад Диалло өте нашар ойнады, бірде-бір одан креатив көрмедім Қапталдан. Енді көрініп тұр Мбемоларда сәл бір осы графиктен қиналып келе жатыр. Мысалы, бұл ойынның басқа ойындарға қарағанда ерекшелігі осы Майкл Керриктің бірінші рет 3 күннен кейін келесі ойынын өткізіп жүрді. Сондықтан сәл анау мүмкін тренировочный циклда аз уақыт болып қалды деген сияқты. Өйткені тәжірибе жоқ қой ондайға. Сондай да фактор бар. Сосын қайта тура сол құрамды шығара берді. Мысалы, екінші таймда Бенджамин Шешко шықты, сәл басқашалау кішкене андай бір свежесть пайда бола бастады да шабуыл шебінде. Сондықтан факторлар бірнеше, бірақ енді лайықты. Жоқ, ең басты фактор сен жаңа айтып кеттің. Вест Хэм бабында соңғы 6 ойында бірақ жеңіліс. Оның өзі Әлімжан барған матч сол Челсиге қарсы ойын. Оның өзінде де бірінші таймда Ито бармасам кім біледі. Ито сен ана Энсаға звондадың сол үшін ғой негізі. Әйтсе звондамай қалсаң мысалы. Сол 6 ойын жеңілмей жүретін еді. Енді мына жерде Вест Хэм бабы, мына жақта Вест Хэм жақсы, негізі оларға қазір Нуно Эшпиритоның қасына көмекші болып. Шалбан. Бер шалбан. Не үшін? Шашал десе бас алатын команда ғой осы. Шашал десе бас алатын команда. Енді бас алмай қалды. Сосын енді Эшпиритоның қасына Пако Хемес дейтін көмекшісі келді. Ол кезінде ана Лас Пальмаста болған өте мықты бапкер. Мына жерде енді тактикалық тұрғыда Вест Хэм өте жақсы ойнады. Жалпы мына жақта бір ойыншы ортаға қосты, Манчестердің ойыншы жеткіліксіз болғаннан кейін. Боуэн керемет ойнады. Боуэн жақсы ойнады, Саммервилл мына жақта жалпы Вест Хэм бірінші тайм өте жақсы ойнады. Голға дейін жақсы ойнады Вест Хэм. Голдан кейін енді Манчестер жабылып алды ғой енді. Голдан кейін жабылып алды. Сосын Манчестер Юнайтедте қосалқы құрамда қазір андай опциялар жоқ та, мысалы сол Шешконы ғана шығарды. Зергізген шығар. Енді зергізе ол бітті ғой, оны уже жіберу керек ол баланы. Бір мүмкіндік болды ғой соғатын негізі баспен ұрған кезде. Енді білмеймін, мен зергізеден уже мысалы ана Маунт сияқты сондай бір вариатив жоқ та, тағы бір қаптал Доргу жоқ қазір мысалы. Сол бір қаптал Вингер жоқ та, мысалы сондай именно осындай бір ситуацияларда басқашалап бір ойнап кету сондай мүмкін. Кросстың саны тым көбейіп кетті мына матчта. Андай Шешко шыққаннан кейін кросс көтере берді да, ол андай ешқандай идея болған жоқ. Бірақ гол керемет кірді. Гол керемет, енді ана Шешконың жеке шеберлігі ана жерде. Сол енді тең есеп, мен негізі қуандым соңында сол гол соқты, енді жарайды, тең есеп нормально. Хотя бы анау Челсиді оздырмадық дедім да. Вест Хэмға обидно да, 2 матчты Челси мен Эмимен соңғы минутта жіберіп қойды. Енді обидно, не обидно, ары қарай ойнау керек енді. Ол Челсидікі действительно обидно болды. Мен 2-0 болып тұрған кезде онлайн таблицаға қарап отырдым да, Астон Виллада 50 ұпай болса болды, болмаса бізде 47 деп бүйтіп есептеп күшті болып 46 деп күшті болып есептеп отырған едім. Оған қоса Эмю де осы 5-ші ойынға келген кезде қатылып қалатын шығар деп әдейі отырған, мен болды бәрі шешілді деген оймен, әсіресе пенальти орындалғаннан кейін, Палмер есепті 2-0 қылғаннан кейін бітті деп едім. Мақұл содан кейін Нметче гол соқты, бірақ енді Акафордың голы кезінде кәдімгі балабақша болды ғой ана жер. 10 минутқа Челси ұйықтап қалды, өшіп қалды. Қық-пүш деп. Сөйтіп ұйықтап жүріп сөйтіп 10 минут әшіп концентрацияны жоғалту дейді бұны. Мысалы Акафордың голында жай қарап тұрды. Ана жерде тек қана кім соңғы қорғаушы Чалоба болды ма? Ачипок па? Сол Ачипок ар жақта допқа таласып жатыр да. Оған қарсы 2 футболшы тұр.
бір қасына көмектеседі ау дегенде бір ниет болмады. ана жерде төрешіге сеніп қалды, ана қолға тиіп кеткен сияқты болды да, бәрі тоқтап қалды. Кайседо тұрып қалды, кімді Чалобада тұрып бірақ қалды. соның өзінде Челсиді жеңісті жұлып алатын Конечно, соңғы минутта ана жерде Пол 0.91-ге бағаланған, XG-ге бағаланған мүмкіндік болды Палмерде. қалай соға алмады. Палмер оған қоса қазір бабында ыңғайсыз келді ғой енді доп. Жоқ дейді. Ыңғайсыз келді. Палмер дейді тоқтамыш. Ыңғайсыз келген жоқ. Бұл жерде 2 метр қақпа мысалы биіктігі 3 Палмер метр. әдейі допты биіктетпейді ғой, ыңғайсыз келгеннен кейін сөйтіп ұшады ғой. ыңғайсыз келген жоқ, өзінен міне сасқалақтап кеп тұр, міне болды ғой ар жақта. Тоқтату. Мысалы мына жерден тұрып, мысалы допты мына жаққа тигіземіз, потолокқа тигізген сияқты ғой. жоқ, сәтсіздік мына жақта 100 Сәтсіздік, иә. осындай моменттің 100 болсын 99-ында салады. Енді сол Сөйтіп айтты ғой. Иә, кім айтты? Бас бапкер. Баспер сол айтты ма? Тура сөйтіп айтты. Тура сөйтіп айтты. Сөйтіп мың рет деді ол. 1000 рет 99 деген жоқ. 1000 рет тепсе 99-да Иә. соғады ма? Егер 1000 рет тепсе 999-ында ол гол соғатын еді, 1000-шында гол соқпайтын еді. 1000-ші жағдай қазір осы матчқа тура болып келіп қалды. өкінішке қарай деді ма? Иә, сөйтіп айтты. Жағдай тревожный. Өзі бір күйдіретін клубтар болады жылда. Былтыр Ипсвич Таун болды, сөйтіп Челсиді Жоқ, күйдірген. енді Челси базары обал болды. Биыл Лидс. Бірақ мен өте қуаныштымын. Өте қуаныштымын. Бәріміз өте қуаныштымыз. Челси топ 3-ге кіреді дегенге қазір 9 ұпай беріп тұр. Жоқ, Бексұлтан, ол не үшін сен қуаныштысың, еске түсіріп кетейік. Біз шаш алуға бәсескенбіз, дұрыс па? Бірақ енді шаш туралы әңгіменің бәрін тоқтатамыз дедік қой. Келістік па? кекілің өсіп кетті деген Жоқ, болды, шаш туралы спорлардың бәрін ұмыт. жоқ, ол анау бұйра шаш туралы бюраланған Шашым. ертең ана АТФ-дан басталатын. иә, ертең ана дайсонмен бюралап келсең, онда көреміз онда. Кімді айтып жатсың сен? Бұйра бір нәрсе. Оны фанат. Қалай ұсталып қалдың ба басқа? Еңгізесе балабақ қалады ол. Ложный забаққа кетті. Жоқ, 1000 рет алданбайды да. 999-ында алданбайды. жағдай осы қалды ма? Осы болып қалды. Енді қараңдар, ол Челсидің тең ойнағаны, MU-дің тең ойнағаны, ол Дидардың, менің, Бекстің ол әңгімесі. Жалпы бүйтіп көлемді алатын болсақ, Арсенал Брентфордқа қарсы матчта тең ойнап қалды, 1-1. Лондон дербиі. Иә. Бұл ойын, мынау құлдыраудың басы ма? Болды ма? Енді Сити бүйтіп жетіп ала ма? 4-ақ ұпай арасы. 4-ақ ұпай, бір ойын бар арасында бір-біріне қарсы. Иә, мынау негізі бір Сити Лондондағы матч деп емес, бір Лондондағы бір разборка болған сияқты мынау же. Екі команда, енді Брентфорд та бабында қазір. Анау бразилиялық шабуылшы Игор керемет. Жалпы енді командада өз ұпайларын алып жүрген, өз стадионында ешкімге жаймен жай ұпай тарататын команда емес. Сондықтан Арсеналға қиын болатыны түсінікті болды. Бірақ анау Мадуэкке гол соққаннан кейін мен ойлағам, болды, Арсенал 1-0 деп ұпай алып кете ма деп. Мына жерде енді Брентфорд ауттары ғой. Мына жерде Брентфордтың ауттары. Иә, сол ауттың кезінде гол соғып кетті. Жалпы 1-1 кезінде Брентфорд жеңіске жақынырақ болды Арсеналға қарағанда. Мына жерде енді біз Атлетиконы қарап отырдық та, екінші экранда енді Жасик нені қарап отыр, Арсеналды қарап отыр. Енді ана жерде Жасик қандай фактор ғой? Гол соққан, қарымта гол соққан команда всегда уже жеңіске ұмтыла бастайды. Иә, бірақ соңғы минутта Мартинеллин 1-1 шыққан мүмкіндігі, соны салған кезде енді сол чемпиондық гол болатын еді. Бірақ маған өте ұнады бұл теңесіп, өйткені ағылшын премьер лигасында интрига қайтадан жанданып келе жатыр. Мысалы Манчестер Юнайтедтің де Опта деген анау біздің не бар ғой, статистика санайтын сайт, сол үшінші орынға қойып жатыр ма? Жоқ, Манчестер Юнайтед чемпиондық таласқа әлі мүмкіншілігі жоғары деп 0,01% берген ғой. Оның мүмкіншілігі жоғары деп сен оқыға шығасың. Мүмкіншілігі бар деп отырмын да енді жалпы. 12 ұпайды в принципе 4 рет Арсенал жеңілсе, бір-екі ничья. Ситиге ұпай 3-8-ге түсті. 5-5-тен. Сити чемпион болады, мен басынан бастап айттым ғой сендерге. Басынан бастап айттым. Мен Арсенал деп айттым бірақ. Сендерде бәс бар ма араларында? Жоқ, Әлбек пен Дидар бар. Қандай? 10-ға 50. 10-ға 50 ма? 10-ға 55. 10-ға 55? Өте тиімді сен үшін. Тап қазір. 55 мың теңге. Қой, мен бүгіннен бастап Ситидің жанкүйері екенмін ғой. Иә. Бүгіннен бастап емес енді. Манчестер бір қала деп отқан жігіт. Жоқ, енді Арсеналда енді Сака оралды, сосын Эдегор да жалпы жарақат. Бекс, Арсеналдың күнтізбесі қиынырақ дегенге келісесің ба?
қиынырақ. Алдағы ойындар мысалы Вулверхэмптон, Аха. окей, одан кейін қара Тоттенхэм дерби, сосын Челси, одан кейін Брайтон, одан кейін Эвертон. Тоттенхэм еще франксыз. иә Тоттенхэм еще дербидің алдында Томас Франкты қуып жіберді. Мен айттым ғой ол унылый Томас Франкты қуу керек деп. Именно дербидің алдында қуып жіберді. Қазір олар шығады. Өздерінің бір корректорын тауып алады. Жоқ, оған дейін уақыт бар еді, 22 ақпан күні болады матч. Иә, 2 матч бар оған дейін. Кубок Вот бар. дайындық Оған үшін Челси 2 матч бар ма әле? Мен ойлағам ғой келесі Уиган бар, ойында. сосын Уиган бар, Вулверхэмптон. сосын одан кейін Вулверхэмптон. Уиган мен Кубокта. Вот как раз ояқтан дайындап келеді да. Күнтізбе дегенде сол мәселенің барлығы Сити Арсенал арасындағы кездесуде шешіледі ғой. Жалпы 18-ші сәуір күні. Иә. Сол матчта біраз нәрсе, өйткені 6 ұпай үшін талас. Мысалы 3 ұпайға осы. Жоқ, ол енді ол 18 ұпайды сәуірге бермейсің. дейін анау Чемпиондар лигасында жағдай қалай болады, кім өтті, кім өтпеді, сондай факторларды қатты әсер еткізеді. Сосын анау лига кубогы бар мысалы, Арсенал ол жерде трофей жеңіп кетсе, может уже бір трофей жеңдік, тоқтай салайық осымен деп. Жетеді осы. Хотя бы трофей қойды. Ой, 10 мынау лига кубогының трофейі бір АПЛ-ға жетпейді. Жоқ, Арсенал Лига кубогын 2 рет ұтқан. Англия кубогын 14 рет ұтқан. Абамянг әперген еді ғой. Сол кезде Микель Артета болды ғой, иә, бапкер? Бірінші. Бір трофей бар екен ғой. Жоқ, комьюнити шилд бар сосын. Трофей емес қой. Қалай трофей емес ол? Трофей емес? Бірақ матч ойнайсың ол жерде. Бірақ матч дегенде оған жету. Ол как будто мен саған ертең барам да, ана жерден бір трофей сатып алып келемін де, мә деймін, Әлімжан. Сосын Сен үздік комментатор деп бүйт саған мысалы. Бірақ біреуін жеу керек қой. Дидардан алсам. Ну вот ол да типа сондай да, ол типа абырой анау. Сен берсең ол трофей ол. Сен берсең трофей. Үздік комментатор атану үшін сен комментатор болуың керек, дұрыс па? Сол сияқты ғой, комьюнити шилдке қатысу үшін сен чемпионатта 2-ші орын алуың керек. Не туралы еді әңгімеміз? Чемпиондық таласта. Мен жынды неден басталды? Лига кубогын ұтып жетеді Ливерпуль жесе ана жақта успокоиться жадады ана жақта. Чемпиондар лигасы ше, хотя Микель Артета шығып тұрса. Чемпиондар лигасының финалына шығайын деп жатыр деп айтсаң, мақұл. Енді сәуір болмай тәуір болмас деп тұр. Сәуірде өте шешуші ойын болайын деп тұр. АПЛ-дағы жағдай осындай. Манчестер Сити сенімді жеңіске жетті. Ойбой. Енді Диаш оралды. Сити үшін өте жақсы жаңалық. Қосанов үшін ше? Қосанов енді қазір оң қапталдағы қорғаушы позициясына үйреніп жатыр. Өйткені Нунешті алмастыратын бұл жерде қазір оң қапталда қорғаушы жоқ. Арасында бір 15 минут 20 минутқа шығып тұратын ойыншы керек. Әйтпесе оның бәрі орталық қорғаушылар санайды. Холланд оралды. Соны айтсаңдаршы. Холланд оралды, иә. Холланд оралды. Жоқ, Холланд оралды деген тақырыпқа қоя алмаймыз ғой. Жоқ, Қосанов оралды. Қосанов оралды оғанда. Керісінше? Жоқ, ойынның үздігі бірақ Семеньо болды. Ол кездесуде енді мықты трансфер. Гейхи өте мықты гей немесе керемет Пападане жаңағы қысқы трансфер. Семеньо тура сондай жоғары деңгейде бағалайды. Просто сен енді 50 миллион плюс трансфер жасай берсең, ол Пападане болады әйтеуір. Екеуі де АПЛ-да ойнап жүрген, тәжірибесі бар. Бірден мысалы, главное неден Челсиден ойын енді жасатып. АПЛ-да ойнап жүрген арқасында бірден сол үйренісіп кетті өз командасында. Жалпы керемет. Үйден де алмай қой керек. Бізге енді. Басқа клубтарға нормально. Сөйтіп енді осылай. Осылай. Сөйтіп. Жоқ, бұл жерде енді мынандай тұрақты жеңіс, красавчик, молодцы, құттықтаймыз. Жаңа трансферлер. Сосын барып Орайли өзіне жаңа позиция енді бекітілген сияқты бұл жігітке де орталық жартылай қорғаушы позициясына ойнауды көшті. Айтнури оралғаннан кейін сол ортада мықтырақ екенін қазір дәлелдеп жүр. Әрі қарай да сол ЦП позициясында ойнауды жалғастыра беретін дейді. Осы турдың орталық матчына өтейік та. Қайсысы? Ньюкасл Тоттенхэм. Томас Франкты қуып жіберді. Тоттенхэм қайттан ұтылды. АПЛ-да топ клубтардан 3 команда бапкерін ауыстырды. Топ 6-дан Челси, МЮ және Тоттенхэм. Мұндай жағдай ағылшын премьер лигасында болмаған. Менде мынандай бір ұсыныс бар. Топ 6 дегенді уже айтпай қойшы, Тоттенхэмді қосып. Астон Вилла болсын. Астон Вилла қазір отрывпен келе жатыр да. Астон Вилла мысалы Брайтонды жеңді. Топ 6 дегенде хайп бойынша ғой. Хайп бойынша топ 6. Хайп та жоқ болатын Тоттенхэмді бітті. Бар. Чемпиондар лигасына қатысады. Тоттенхэм былтыр ғана Еврокубок алған команда сендер үйтіп оны.
кімді ұтты дейсің ғой. Жоқ, Сосын айтып бұрыннан ана нысанада бар еді ғой, қала шығарып тастайтын ше. Сол жақта топ алдыдан эми шығарайық десе, ағайын деп жиналып жоқ, біз керек кезде сендерге ұпай беретін қай команда? Манчестер емес пе? Қалдырайық. Емес. жоқ, Томас Франк вообще случайно түскен адам ғой Бәле сонда нысана Көт тықса Брентфордта жүре беру керек еді да соған. қысу керек. Одан ол жерде ешкім андай сен позициялық шабуыл жаса деп одан ешкім бірақ енді онда өзінің амбициясы ол болған шығар. тұрды Тоттенхэмге Брентфордтың ойын қойып берді ғой. Иә. Ну бір жағынан Брентфорд оған не сияқты повезло, оған Кулусевский травма, Мэдисон травма, Хави Симмонс АПЛ-ға адаптация өтеп үлгермеді. Ришарлисон, 100 миллион трансферге берді. Міне жасады трансфер. Жасады, алды, кімді қалады, бәрін алды ол. Мына Мишиз ойында оған кімді Галлахерді алып берді. Жалпы кімді алғысы келді, бәрін алып берді. Жоқ, анау тура кім Грэм Поттер сияқты ғой. Тура сол. Ортан қол командада сен базар жоқ бапкерсің, иә. Мынандай жерде сен уже басқаша. Тут чемпиондар лигасында есесіне сегіздікке кіріп жақсы келеді. Сегіздік ол ана күнтізбенің несі сияқты. Күнтізбе, сосын топ клубтарға қарсы ойыншылардың мотивациясы чемпиондар лигасында ерекше. Бірақ Дидар'ың айтқанына келсем, жарақаттар өте көп. Мысалы, сол ойында о да бір маусым аяқталды бір үшін. Иә, ол да Крестте жалпы бұл тағы да бір ойыншы жалпы сол емделуге кетті. Енді маған қызық болып тұр кім келеді. Робби Кин деп жатыр ғой. Робби Кин деп жатыр ма? Дедзерби келсе. Осы Дедзерби де сол ғой негізі. Білмеймін, Дедзерби көп, мен де негізі ойында кейбір ойындарда жақсы ойын бірақ енді білмеймін, Дедзерби де сол. Ол анау не сәл анау Конте сияқты да, бірақ әлі жетістігі жоқ. Типа ол уже андай выпендрежник та, кішкене высокомерный. Марсельді 24-ке кіргізе алмады ғой. Масқара ғой. Бірақ чемпионатта тұрақтап берді да орнын. 5-0-дан кейін кетіп қалды ғой. Иә. Жоқ, өзі кетті ол жерден, бірақ оны қуып жерді деп айта алмаймыз, өйткені ол скорее өзім кетем, бүйтем, сөйтем жүрді, әйтеуір кетті. Менің ойымша оған сондай бір ұсыныстар келіп жатқан сияқты. Негізі ағылшын премьер лигасында Брайтонмен де керемет жұмыс жасаған. Сол мына Тоттенхэм сияқты ресурсы көбірек команда болса. Бірақ енді өте қиын ғой бұл енді Тоттенхэмге. Қиын әрине. Бапкер тарту қиын болып тұр ғой қазір. Кім келсе де оған. Жоқ, былай қарап тұрсаң, негізі құрам мощный ғой. Бірақ 11 футболшы. Иә, бірақ ол жарақаттардан айығып. 11 ойыншы бар как раз таки. Жоқ, 11 футболшы жарақатта деймін. Иә, жарақатта. Міне қара. Енді сен мына жерде бапкер келсе, өзімен бір медицинский штаб көтеріп келу керек та, нормально. Өйткені иә, 11 футболшы. Энш Постекоглуның кезінде де тура осындай 11 футболшы сынық болып жатты. Оның алдындағы кім болды бапкер? Сол жерде де тура сондай жыл сайын. Жозе Мауриньо, Маурисио Почтино. Иә, 3 жыл қатарынан мен точно айтамын. Тоттенхэмде сонда флеш-корды ашсаң асты бүйтіп ұзақ болып тұрады. Иә, ұзақ болып тұрады. Еще командада 30 адам командаға жинамағанда әйтеуір оның бір 12-сі жарақат болып отырады. 18 адаммен 12 пайызды қиын. Бәрі қымбат ойыншылар ғой. Сосын Бентенкур сияқты бүйтіп соңында мазақтаймын деп 8 матчқа дисквалификация кетіп қалады. Ромеро ар жақта. Жоқ, наоборот Бентенкур кеткені дұрыс болды, өйткені мен вообще ана Бентенкур по линии деген полузащита деген ол қалай ол? Бентенкур мына смех дейсің. Иә. Не ғой, ең дұрысы Маурисио Почтиноның қайта оралғаны ғой. Маурисио Почтино енді әлем чемпионаты бар ғой. Иә, сол әлем чемпионатына дейін Робби Кин болып отырады да, келсе. Сосын Почтино келсе, как раз Дэниел Леви кетті. Әдем болды, басқа кім керек? Ой, табылады. Табылады деп жүріп, содан төмен кетіп бара жатыр ғой бапкерлер. Дедзерби деп отырмын, қызық па? Дедзерби. Окей, АПЛ-ды қайттан көрген жақсы ғой енді. Сөз соңында жігіттер қорытындылай келе Қазақстан ұлттық құрамасының ұлттар лигасында қарсыластары анықталды. Жеребе тарту рәсімі болды бүгін. Қазақстан ұлттар лигасында С дивизионында Словакияға қарсы ойнайды. Фарер аралдары және 4-шісі Молдова. Әлібек, қалай бағалайсың жеребені? Сәтсіз секілді. Себебі мына 3-ші корзина Фарер аралдары шыққан корзинадан Фарер аралдары негізі ең мықтысы. Себебі Фарер аралдары соңғы мына әлем чемпионатының іріктеу кезеңінде мына Чехиямен болған бір топта 3-ші орын алып 12 ұпаймен негізі бітірді. Негізі Фарер аралдары біздер андай басымызда қалыптасып қалғанда Фарер аралдары ол Сан-Марино. Жоқ, қалыптасқанда біз ойнадық қой. Ойнадық. Қалыптасқаннан кейін өзгерген шығар. Осы Хорватияда жолдастық кездесу болды, Фарер жеңіске жетті. Иә, енді бізде андай
бір островтың андай бір андай футболды аса қатты қарамайтындар болады ғой андай Иә, аралдар деп естіп қалады ғой бір какой-то островтан жеңіліп жатырық дейтін адамдар мысалы олар негізі фарер аралдарының қазір деңгейі өте жоғарыда сәтсіз болды. Словакияда негізі мен ойым Словакия Словенияны енді Словенияға қарсы көп ойнадық та сол себептен ойлап қалуымыз мүмкін Словенияны жеңдік қой. жоқ қазір Словения мықтырақ. Мен ойымша Словакия ойыншыларға былай қарасаң мен ойыншылардан Лоботка мысалы Шкриняр секілді ойыншылар негізі Наоборот, как будто Словакияның осы поколениясы наспад кеткен да Словенияныкына. мысалы Ганцко сияқты ойыншылар бар да Атлетикода ойнап мысалы негізі маған осының алдында ұлттар лигасы біз Словакиямен ойнадық, 2 ойында да жеңіске жеттік. иә одан кейін Словения Осының алдыңғысын. Алдында Адиев кезінде. иә Бек, сен Әлімжан Тасболатұлының арнасына барып пікіріңді білдірдің ғой. Нешінші орын алады дедің Қазақстан? 2. Дидар? Енді үштікке кірсек жақсы деп отырмын мен негізі Молдовада өзі біз ана Молдованы андай проходной соперник деп отырдық та мысалы проходной жоқ, проходной емес қой негізі Молдова бірақ енді біз мақтамыз ғой. айыру керекпіз. бәрінде ма Бұйырса ол енді күзде болады, оған дейін талай талқылаймыз. Сол матчтар алдында превью түсіреміз дегендей, матчтарда қызмет етеміз деген бар, және де сондықтан ол ойындарды асыға күтеміз. Оған дейін ұлттық құрамамызда FIFA сериясы бар және Венгрияға қарсы жолдастық ойын бар жігіттер. Түркістан аренада өтетін. Ал енді видеомызды қорытындылайық. Атлетико жеңісі тағы да құтты болсын. рахмет бірақ әзірше до конца не істеген жоқпыз. До конца қуанбаймыз енді қатты қуанбаймыз. Екінші Көмек жеңу керек дейсің. қарымта кездесу бар Ой. Бексұлтан Көлімқос, Әлібек Кенжалы, Дидар Есемов және Әлімжан Асқар. Бұл соққы және гол YouTube арнасы міндетті түрде арнаға тіркеліп кетіңіздер, лайк басыңыздар, және осы лайк басқан кезде көріңіздер, сіздердің лайктарыңыз допқа айнала ма? Нағыз фанаттарда доп болады екен. Өтірік фанаттарда жүрек болады екен. Тексеріп көріңіздер, нағыз фанатсыз ба? Және ойынға қатысты бүкіл комментарийді біз күтеміз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.